Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге Lucky Pro және де мен Джонни. Бүгін біз кеше бара алмай қалған көлге қайттан баратын боламыз, бірақ мен кейбір адамдарға звондап яхтаға заказ беріп арендаға, мынандай Феррари заказға беріп арендаға бір күнге жалға алдым. Қазір Джессиканың үйінен барып алып кетемін да, сол яхтаға қарай барып кішкене демалмасақ, кеше демала алмай қалдық қой, ана машинамен түні бойы алысып әрі бері эвакуатор звондап әйтеуір әзер дегенде жөндедік, бірақ пока что бір аптада СТО-да бола тұрсын деп алып кетті. Енді бүгін сол кішкене Джессиканың көңілін түсірмей кішкене қыдыртайын деп шештім. Яхтаға барып кішкене көңіл көтеріп дегендей, суға түсіп дегендей. Так, осындай Lamborghini алып алдым. Қазір ат бәрі валится қойып жіберейін. Осындай Lamborghini арендаға алып алдым. Дауысын айтсаңыздаршы достар. Қазір Джессика дайын отырған шығар, былай қарайық, осылай жақсы екен. Джессика дайын отырған шығар, қазір үйінен барып алып кетейік есік алдынан. Так, олға, мына жерде тұратын ұмытып қалдым ғой уже. Кеше ғана келген. Так, міне уже. Джессика дайын тұр екен қазір. Так, Джессика отырды. Уже дайын екен, шешінбей ақ жарайды. Уже шешініп тастапты дегенім да. Так, мына жерде шығып кетейік. Қалай тұрып алғансың, қарап жүрсей жолыңа. Так, Феррари болған соң енді бүкіл мощностьмен жүру керекпіз ғой. Оны неменеге жай жүру үшін алдық па? Қазір мен метка қойды ұмытып кеттім. GPS қойып жіберейік, әйтпесе адасып кетемін мен. Бұл қалған қатты білмеймін. Так, менің яхтам бір мына яхта ғой деймін, осы жаққа қойып қойық. Так, мына яқтан шығып кетейік. Джессика, неге киініп болмадың? Что-то мен ұялып тұрмын, саған қарап қойшы былай. Саған қараймын деп қызара берем. Мына тормоздар күшті екен. Геліктікіндей емес, тез жұмыс істейді. Так, мына жақтан былай бұрыламыз и ұшамыз. Короче, жаңа арендаға алдым. Ема кешір братан. Ешкім көрмеді деп ойлаймын. Джессика ұмыта сал бұндай зат. Ондай болып тұрады. Бірақ Lamborghini'мен жүріп қой, бізге бәрі болады. Негізі опанаған кіріп кетті жазық. Так, ё-моё. Қызылдар тосатын болсақ, вообще Джессика сразу түсіп кететін сияқты ғой. Кішкене бүкіл мощностьын қолданып, бай екенімізді көрсетіп, мажор екенімізді көрсетіп, Джессиканың алдында кішкене қатайып, осылай қатты жүру керекпіз енді. Так, мынадан обгон жасап кетеміз. Вообще тема екен, Lamborghini бар. Осында бір нәрсе сатып алмасам өзімде бар ғой. Арендаға ғана алмай. Так, мына жақтан өтіп кетеміз. Вообще бұзып отырық қой кезек-кезек. Так, мына жерде стоп дейді. Бұндай знактарға қарамаймыз да, пер өтеміз. Так, мына жақта никчемный машиналар тұр ғой, бізге Lamborghini'мізге жетпейді. Знакқа кіріп кетер жаздым. Так, дұрыстап жүрсейші, қалай қылып поворотын қоспай ұшып жүр. Так, мына тоқтаймыз да и солға қарай бұрыламыз. Так, Джессика не жаңалық бар, айта бер, үндемей қалдың ғой. Ұялып қалдың ба? Так, мына кіріп кетейік та былай. Қараңыздар, шыначокты, Lamborghini ғой, мұндай вообще түсіме де кірмеген. Сондай жағдайға жетем деп кім ойлаған. Так, мына жолмен кете беріп, біздің мажорымыз ғой, бізге бәрі болады. Қачок болсың бәрі бола ма саған, дұрыстап жүрсейші. Көріп тұрған шығарсың. Так, туристер жүр ғой, мына яқты загар алып, бәрі шешініп тастапты. Так, мына яқтан өтіп кетеміз, біздің мажорымыз, бізге бәрі болады. Так, қазір яқтыда не істейміз енді? Мен білем не істейміз, конечно. Шампанский ішіп, кішкене рыбалка жасап, балық аулап дегендей. Потом шуткалармен добивать етемін ғой, содан кейін барып барлық қызық кешке болады ғой. Так, мына жақта адамдар бар екен, біз мажорымыз, бізге бәрі болады. Шын өмірде де мажорлар осылай жүреді ғой. Так, бізге бәрі любой жер таптап өтеміз да. Так, қазір мына жақта уже дайын тұр екен. Мынаумен баратын боламыз. Яқтамыз анау яқта тұр қазір, көлдің ортасында. Так, мына жерге тоқтап келдік, Джессика түс. Так, мынандай мотор лодка дейшіміз, сондай отырып алдық. Анау яқта, ой-ой, ару жала берем осы. Рефлекс болып кеткен ғой. Так, мынау нерсе. Анау яқта тұр, яқтамыз біреулер жаңа қасынан өткен, тисемі деп ойлағам, ешкім жоқ деп ше. Артымда Джессика. Джессика қалай? Күшті болып жатыр ма? Так, осылай волналарды кесіп, кішкене адреналин қосып дегендей. Қатты жүріп, кішкене хоп, осындай, былай қарайық. Джессика ұнап атқан сияқты.
негизи маған да ұнап жатыр, күшті ғой. Ема суға құлап түссең де ештеңке болмайды. Так, что-то бүгін көл тихий екен, айтпаса анау толқындар қайта нетіп, волналар қатты болатын, толқындар қатты ұрады, ұшып кететінсің вообще. Мынау менің яхтам, жалға алдым. $100 миллион бір күні. Так что жартақ сағат қалдым. Бірақ солдырды саламын ғой, если что, жақсы болып бара жатса бәрі. Так, мына жақта басқа бір жердің кішкентай корабль, біздікіне жетпейді ғой, біз кәдімгідей яхта сияқты ғой, почти бірақ. Так, қазір өзі аман қарап шыған қазір. Джессика отыра тұр, қазір келем, көріп алайын. Ой, омайо, өзім суға, ой, омайо, жарайды. Астында не бар екен, қарап келейік. Моторындан балдырла тұрып қалған жоқ па, қарайық. Так, нормальный сияқты состояниесі, мен алдап кеткен жоқ екен. Қорқып едім, істемейтін бір нәрсе бер жіберді ме деп. Опа, мынаған шығып секіруге болады ғой қазір. Опа, ой, опа, болмай қалды. Так, судың астында жып-жылы екен, күшті тема. Болды, Джессика, міне бер. Джессика мінді, енді кішкене адамдардың кішкене әрі қарай барайық. Екеуміз ғана қалатындай ше, әйтпесе ұят болады. Көрініп тұр кішкене лично қалып дегендей. Қазір шампусикті ашып, кішкене шампанский ішіп, потом балық аулаймыз, көреміз ғой. Так, міне осы тұрып аламыз да, кішкене ортасына қарай барайық, әйтпесе мына жерде ұят болады. Қыз бен жігіт көлдің ортасында кәдімгідей бәрі қарап тұрған кезде ұялып түк те істей алмай қалам. Так, мына жақтарда адамдардан да кетіп қалайық. Так, бүгін что-то толқындар тихий екен. Кейбір кезде бушевать етіп, бычыт болып жататын. Так, мына жаққа барайық та қазір. Джессикаға ұнады ма екен, ұнамады ма екен, білмеймін әйтеуір. Үндемейді. Ұнаған сияқты, бірақ молчание знак согласия деген бар ғой. Так, походу алысқа кеттік, осы жерде жалғастыра берейік. Фигурасы мощный екен, негізі бар ғой. Өрі жарайды. Так, кішкене көлге түсіп салқында болмадық па, Джессика? Кеттік суға түсейік. Хоп, күшті екен су. Жазды күні еще мынандай ыстықта салқында болған деген тема ғой. Что-то мен суым кетіп бара жатыр. Джессика түспеймін дей ма? Джессика, что не болды? Джессика тұрып қалды, жарайды. Оған мән бермей ақ қояйық. Так, мына корабльмен жарысып отырмын ғой мен. Неге кетіп бара жатыр, тоқтату керек қой, алдынан барып тоқтатайық. Супергеройлар сияқты. Ё-моё, тоқта, но қалай тез жүреді? Мен қалай жете алмай келе жатыр. Жүсі Джонни, міне жеттім. Жоқ, ну қатты жүріп бара жатыр. Че там Джессика су қалай екен? Күшті ма? Че-то Джессика жүзе алмай ма, сондай қойдым, әйтеуір бір орында тұра береді. Походу жүзе алмай, жүзуге үйретемін ғой қазір. Вот так сүңгейміз де осылай, астынан аяқта балықтарды қараймыз. Бірақ бұлай жүзе алмайды екен. Че-то ұнамады ғой деймін, су бар ғой. Так, төбесіне шығайық. Біздің корабліміз қайда кетіп бара жатыр? Жоқ, кеттік, Джессиканы тоқтат. Жарайды, Джессика, сен қалай берсен, жүзе алмайды екен, соң ұмытып кете берем. Қазір алып келем. Короче, достар, корабліміз кетіп қалды, бітті, енді корабль жоқ. Ертең жаман штраф төлем ғана, бүкіл корабльдің бағасын төлем ғана, арендаға берген жігітке. Ема, ұят болды, негізі бар ғой. Болмай қалды, негізі бар ғой. Ема, қаншама ақшаға қарызға кірдім. Кеттік, енді үйге қарай шығарып салайын Джессиканы. Болмай қалды, бұл жай свиданияға шақыру керек қойым, что-то корабль арендаға алған жаман екен, негізі бар ғой, бүкіл ақшам кетіп қалады енді. Ема, ламборгинді қызыл түске бояп жібердім байқамай. Қазір жуамды апарып берем ғой, тез бәлесінен аулақ, арендаға ештеңке алмай ақ қою керек, негізі бар ғой, құртып алсаң жаман болады. Өзіңдікі болған артық екен, негізі бар ғой. Мен бөлдім, қазір Джессиканы анау аттракцион жаққа барып кішкене қыдырда тұрам. Ал достар, егер де сіздерге бұл видео ұнаса, лайк басып, коммент жазып, подписаться кнопкасын басып кетіңдер. Сіздермен бірге болған Джонни, Джессика және де Lucky Pro KZ. Келесі кездескенше.